Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай вафельная крошка жасап үйренетін боламыз. Жалпы үй жағдайында өте оңай жасалады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге бар болған 4 зат қажет болады. Оның сары май, қант ұнтағы және де жұмыртқаның ағы. Бізде сары май мен жұмыртқаның ағы міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойыңыздар. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қоятын боламын, міндетті түрде қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қант ұнтағын салып, оның үстіне сары майды саламыз. Тағы да ескерте кетемін, жұмыртқа мен сары май бөлме температурасында болуы қажет. Енді екеуін жақсылап біркелкі болғанға дейін миксермен араластырамыз. Венчикпен істесеңіздер де болады, бірақ ол кезде көбірек күшті қажет етеді. Міне бізде осылай болып шықты. Енді осыған біз жұмыртқаның ағын қосатын боламыз. Жұмыртқаның ағын қосқаннан соң қайтадан миксермен жақсылап араластыруымыз керек. Бастапқыда біркелкі болмайды. Оған мән бермеңіздер, кейіннен көбірек араластырғаннан соң бірігіп кетеді. Енді осы массамызға ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнымызды толықтай салып болғаннан соң, қасықтың немесе лопатканың көмегімен кішкене араластырып жібереміз де, содан кейін ғана миксердің көмегімен біркелкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты, қою қамыр. Енді осыны біз пергаментке орналастыратын боламыз. Міндетті түрде паклан алғандарыңыз дұрыс болады, себебі бұған жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Енді осыған орналастырамыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің көлеміне қарай екі пергаментке орналастырсаңыздар да болады. Менде пеш үлкен болғандықтан бір пергаментке орналастырып шықтым. Барынша мейлінше бір тегіс болуларын қадағалаңыздар. Бір тегіс болса әдемі болып пісіп шығатын болады. Барлығын бір тегіс орналастырып болғаннан соң, алдын ала қызып тұрған 160 градустағы пешке қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне бізде пісіп шықты. Мен кішкене ұзақта ұстап қойыппын. Сіздер сәл ақшыл болғанға дейін ұстаңыздар. Енді суытамыз. Міне жаңағы айтқандай паклан пергаментіне орналастырсаңыздар, өте оңай алынатын болады. Енді қолымызбен үгітеміз. Блендер басқа құралдарды қолданбай қойғандарыңыз үшін, себебі өте ұсақ болып кетеді. Осылай қолымызбен үгітіп шығамыз. Және де мен секілді мынандай ақшыл жерлер болса, олын аптысағандарың жүрген болады. Ол себебі қатты қытырлап шықпайды. Сондықтан біркелкі етіп орналастыру өте маңызды. Менің каналымдағы сүтті құс тортына да вафельная крошканы өзім дайындап шығарған болатынмын. Өте оңай жасалады. Және де көп нәрсені қажет етпейді. Міндетті түрде жасап қойыңыздар, торт, пирожный сәндеуге керек болады. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Ас болсын баршаңызға. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.